Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз жөтелді кетіретін ежелден келе жатқан әдісті пайдаланатын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқамызды осылай ақ уызынан сары уызын ажыратып алу қажет болады. Бізге ақ уызы емес, сары уызы қажет болады. Және де қосымша бізге сары май, ас содасы, жылы сүт және бал қажет болады. Осы ең алдымен жұмыртқамызды ақ уызынан сары уызын ажыратып, сары уызын жақсылап қасықпен қозғап сұйылтып аламыз. Бір келкі масса етіп аламыз. Осылай. Осылай бір келкі масса етіп алу керек. Содан соң бұл сары уызымызға бір ас қасық бал қосатын боламыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса болды. Ендігіде жылы сүтімізді дайындайтын боламыз. Жылы сүтімізді бокалымызға толтырмай құямыз. Қатты ыстық болмау қажет. Өйткені жұмыртқамыз ішінде пісіп кетуі мүмкін. Осылай жылы сүтімізге жарты шай қасық ас содасын салатын боламыз. Сол кезде массасы сәл үлкейеді. Сондықтан бокалымызды толтырмай құюымыз қажет сүтімізді. Қарап отырғандарыңызда массасы сәл үлкейді. Енді кезекте сары уызымызды қосып, бір келкі масса қылып қозғап аламыз. Жақсылап араласу қажет. Жақсылап араластырып алыңыздар. Және сары майымызды қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болып еруі қажет. Бұл әдісті күніне дайын болғанын сұйықтығымызды күніне 3 реттен ішуге де болады. Қараңыздар, сұйықтығымыз бір келкі масса болды. 3 реттен бір шай қасықта жылы күйінде, яғни жылы күйінде ұсынған дұрыс. Сондықтан микроволновкада немесе водяной баняда, яғни парда жылытып алғандарыңыз дұрыс. Бұны қайтадан отқа қойып ысытудың қажеті болмайды, өйткені бұның құрамында ас содасы бар. Сондықтан біздің сұйықтығымыз дайын. Міндетті түрде осы әдісті қолданып көріңіздер. Бұл ежелден келе жатқан әдіс. Жөтелді кетіреді және қақырығын жібітеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.